Каналыма қош келдіңіздер. Бала күтіміне қатысты төлем 1,5 жасқа дейін ұзартылады. Жөргек бұл бала бірге келгенше беріліп келген еді, бірақ көптің қалауы ескеріліп, төлем жүйесінде өзгеріс енгізілмек. Біз 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап бала күтімі үшін төлемақы төлеу мерзімі сәби 1,5 жасқа толғанға дейін ұзартамыз, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Балалардың ең маңызды шағында сәби кезінде ата-аналары жанында көбірек болады. Ұлттық қор балаларға жобасы жүзеге асады. Ұлттық қор елдің қуатты қаржылық тірегі. Талай дағдарысты еңсерді. Енді балаларға дем бермек. Өйткені қорға қаражат көктен келіп жатқан жоқ. Табиғи байлықтың түсімі. Ал оның игілігін әр отбасы көру керек. Сондықтан жыл сайынғы инвестициялық табыстың тең жарымы балалардың есепшотына аударылып тұрады. Қаржы әр балаға 18 жасқа толғанға дейін аударылып тұрады. Оны мерзімнен бұрын есепшоттан шығарып алуға болмайды. Жинақталған қаржы балалар кәмелет жасына толғаннан кейін олардың баспана немесе білім алуына жұмсалатын болады, деді. Бұл қаражат өскелең ұрпақтың үлкен өмірге қадам басуына мүмкіндік береді. Қор шын мәнінде ұлттық мәртебеге ие болып, халқымыздың игілігіне қызмет етеді. Бастаманы мұқият әзірлеу қажеттілігіне ескере отырып, жобаны 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап іске қосуды тапсырамын, деді. 2023 жылы 100 мың жасқа жұмыс беріледі. Жыл сайын елде шамамен 400 мың сәби дүниеге келеді. 18 жасқа толғанша әр баланың есепшотына кемі 1,5 миллион теңге қаражат жиналады. Бала өскеннен кейін қолдау кемімейді. Келер жылы 100 мың жасқа жұмыс беріледі. Әсіресе кәсіпкерлік бастамасы бар жас буынды демеп жіберге мемлекет дайын. Жеңілдетілген тәртіппен жылдық өсім 2,5% ғана болатын шағын несие беріледі. Көптің тағы бір талабы зейнет жасы. Соңғы кездері тіпті жиілеп кетті. Бейнеттің зейнетін ертерек көруге әсіресе әйелдер ынталы. Тоқаев қоғамның бұл қалауын да құптады.